Қара жәшікке талас. Астанаға Баку мен Мәскеу қоңыраулары жиіледі. Ақтау маңындағы әуе апатынан кейін қара жәшік маңайындағы ойындар басталды. Сарапшыларда ұшаққа Грозный маңындағы Наур ауданында тұрған әуе қорғаныс жүйесінің зымыраны әсер етті деген күдік бар. Олай болып жатса, Кавказдағы ең үлкен ел Әзербайжан Ресеймен контрактыларын барынша азайтуы мүмкін. Және Ресейге халықаралық әуе рейстері қысқаратыны анық. Қара жәшік осы сұрақтарға жауап бере алады. Әзербайжан тарапы расшифровканың барлық кезеңдеріне қатысып, тергеудің барынша шынайы өтуіне мүдделі. Олар ұшаққа соққының қайдан келгенін анықтағысы келеді дейді Дала Инсайт дереккөзі. Қазақстан бұл іске халықаралық сарапшыларды тартып, зерттеудің ашық болуын қалап отыр. Себебі әлем қауымдастығы осы жағдайға көз тігуде. Бүгін Ақтауға Embraer өндірушісі мен Бразилияның Сен-Пия орталығының мамандар ұшып келді. Және бұл іске негізгі халықаралық орган ИКАО тартылуы тиіс. Қазақстанға барынша халықаралық сарапшыларды тартып, өзі нейтралды позицияда қалу тиімді. Кремльдің саяси ойындарына араласып кетпеу керек. Астана оны жақсы түсінеді дейді дереккөз. Енді ұшақ апатына қатысты түрлі спекуляциялар басталатын болады. Ал Дала Инсайт мәселені жіті бақылап отырмақ. Бізге жазылуды ұмытпаңыздар.